Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Эфирде Ботақан балалар телестудиясы. Бүгін біз сіздермен тыңшыл еңбек ардагері менің әжем Жакулина Катя туралы айтатын боламыз. Менің атам Ұлы Отан соғысының ардагері. Мен әжем мен атамды мақтан тұтамын. Әжем аңсаған сағынышым сары ормандай самсаған. Әже, атам туралы айтып бересіз бе? Қазір 11 жыл оқады оғанда қайтқанына. Отан соғыстан келді, 20-тасымызды үйлендік. Атам әйдіп, шығыршы от кәдімгі, шығарайды дөгетінде, болғай кәдімгі. Соның құлақшы мен болдым, еңбек атардым, жақта тағадым. Атамның қасында жүріп, егін ұрып, тасын саттық, соның талқанын саттық халыққа. Ол кезіне жоқ кезі қойынды, халық біледі қойынды. Сөйте алы жеттіңді қой айтып. Тәңертең тұрамыз, егінге барамыз, ананы баулаймыз, оны өгеміз. Оны сатамыз халыққа. Өзігі жүйді жоқ көті қойынды. Менің әжем биыл 90 жасқа келеді. Мен әжем шөбересім, ал мына кісі менің әжемнің қызы. Әжем мен ата туралы кішкене айтып бере аласыз? Менің әкем Жакулин Зақпай соғыс ардагері. Мынау анам Жакулина Кәдей, сол әкемнің жұбайы. Тың ардагері болады. Анам менің жас кезінде ешқандай оқымаған, ол кісі соғыс кезінде ешқандай не болмаған, тары талқан тартып, сонымен күн көрген. Одан кейін әкеміз соғыс ардагері, соғысқа барып келді. Соғысқа барып келгеннен кейін ол кісі қызмет жасады. Ақкөл совхозында қызмет болды. Одан партсез Ақшанық ауылында рабком бастығы болды. Одан жұмыс істеді, фирмаларда басқарушы болып істеді әкеміз. Шешеміз фирмаларда көмекшісі болды әкеміздің. Содан осы соғыс ардагері деп, осы арқалыққа үй берді. 3 бөлмелі үйі бар. Сол үйде отыр, әкеміздің алып берген үйінде. Ал әже, шағын әңгімеңізге көп рахмет. Денсаулығыңыз мықты болсын. Бізді көріп отқан балаларға қандай тілек айтасыз? Мен берейін базар сөзімді болмасын қата. Былай да білетін білсін, пайғамбар безекесімізім. Жолдарың болсын. Таудай тағат бергенше бармақтай бақ болсын деген құлыным. Бармақтай бақ болсын, дендерің тау болсын. Осылай ойнап қылып жүре беріңдер. Аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын. Сізге де рахмет, әжеміздің денсаулығы мықты болсын. Осылай ортамызда күліп ойнап жүре берсін. Келгендеріңізге рахмет, көп. Осылай әжелердің барын еске алып, атаңды еске алып, әжеңді құрметтеп, осылай келіп атқанға біз ризамыз. Анамыз ортамызда жүре берсін. Әкеміздің көрмеген қызығын осы анамыз көрсін, шөберелерінің, немерелерінің, балаларының қызығын көрсін.